Сәлем достар, сәлем қазақ бастығының көрермендері. Бүгін біздің қонақтарымыз Батыс Қазақстан облысынан келген шаруа қожалықтың басшылары Ақылбек мырза, Ермек мырза, қош келдіңіздер. А, Қалайсыздар? Бәрі жақсы. Енді осындай жаңа форматта түсірілім жасайық деген өздеріңіздің өтінішіңізбен келіп жатқан жайымыз бар. Енді көрермендерге шүкірміз, жүріп жатырық. Отбасы, ошақ басы, мал жанымыз тегісте аман, ең бастысы. Өздеріңізді толық таныстырсаңыздар, осы тәжірибелеріңізбен бірге бөліссеңіздер, жаңадан бастап келе жатқан шаруа қожалықтарымен. Осы Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Ақсуат деген ауылда дүниеге келгем. Мұқадес шаруа қожалығының жетекшісімін. Осы шаруашылықты біз Совет үкіметі тарағаннан кейін бір қиын кездері елде жұмыс болмай, анау ауылдардың кезіндегі елді мекендері, қыстақтары Совет үкіметінің уақытында ұстаған, солардың бәрі бос қалып жатқан кезде біз 2002 жылы сол жер алып, ең бірінші басында 700 гектар сонымен шаруашылығымызды бастаған болатынбыз. Енді ол кезде қарапайым аннан мыннан жиналған, қазақша айтқанда жаңа бір-бірлеп жүрген жинап өсіріп жатқан сиырларымызды жинақтап, сол жер алып, сол жерге бір қора-жайымызды үйімізді салып, ең бірінші содан бастаған болатынбыз. Ол сонау 2002 жылы. Қанша жылдан бері бастап келе жатсыздар сонда? 2002 жылдан Иә, бастап, енді ол кезде Совет үкіметінің жағы ыдырап, кезіндегі осы ақбас тұқымын өсірген ауылдардың өзі ыдырап кетіп жатты. Бірақ енді сол біз сол мал шаруашылығы енді ата кәсіп болғаннан кейін соны бір көрейік деген бағытта бұрын соңды жасап көрмегенбіз оны да. Ол кезде қиын болатын, мүлдем елдің экономикасы жаңа бас көтеріп келатты. Ал сол елмен бірге бізде Құдайға шүкір енді жаймен сол шаруаларымызды ыңғайлап, малымызды сол бір жерге жинақтап, содан бастадық қой. Енді бертін келе сол елдің дамуына қарай біздер де Құдайға шүкір сол бағытта жұмысымыз жасап, 2013 жылдан бастап сол ақбас тұқымын алып, соны ары қарай дамытуға өзімізше үлес қосып жатырық десе болады. Ермек мырза, сіз айтып кетсеңіз. Қош келдіңіздер Батыс Қазақстан облысына. Ал еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Мен енді өзімді таныстыра кетсем, Батыс Қазақстан облысының Бөкей Орда деген ауданы бар. Сонда Бесен ауылында Ораз деген қыстақта атамыздың соғыстан келіп сол жерде өмір бойы қойбақты Ораз деген атам. Сол қыстақта дүниеге келдім. Содан бері енді атамның, Ораз атамыздың таяғын әкем Мәлік жалғастырып жатыр. Одан беріректе біздер жалғастырып жатырмыз. Әдім тілек бар. Қазақтың ақбасын таңдадық енді. Жоғары оқу орнын бітіріп, мамандығым заңгер. Әскери борышымды өтеп келгеннен кейін әскери қызметте болдым, шекара қызметінде. Содан шығып, жанұя болғаннан кейін айлықпен тұрмыс жағдай енді өмір сүру кішкене қиын болатынын сезіп, сосын осы сауда саттыққа, жеке шаруамен айналысып көрейік деп осы ағамды әрдайым айтып жүремін, ұстазым деп. Мал саудасына алып келген осы кісі, Ақылбек деген ағам. Әкем брат деп, қазір облысқа танымал. Сол кезде брат, сен сөз саптауыңыз, ақыл айтуыңыз жақсы, осы сіз нағыз депутат болатын адамсыз дегенде шошып еді ағам. Облыстан Соңына қарай келісіп депутат болып кетті. Ақжайық ауданы депутаты болды алғашында. Одан қазір облыста бір белді, салмақты депутаттың бірі, облысқа танымал үлкен шаруа ағамыз. Ал жалғыз мен емес, көптеген жігіттерге ақыл, бағыт бағдар беріп отырады. Ағамды да айтып жүріп жатқаным, енді мен деп кетпейін деп ағамды айтып жүріп жатқаным ғой. Ағаларыңыз аман болсын. Қазіргі жастарға да үлгі болсын деп, ағаны, ініні сыйластықтың аға бола білетін аға бар. Достық, сыйластықтың қарым-қатынасымыз сондай, әлі жалғасып келе жатыр. 15 жыл болды. Ал жаңа енді Ақбасқа келуіме түрткі болды деп отырмын ғой, мал саудасымен айналысып жүрдік.
осы Ақбасты таңдап Оренбург облысынан тәуекел етіп несие алып Ақбас малдар алып келдік 2012 жылы. Содан бері Ақбас малы өзімізге ұнайды. Қазақтың Ақбасы өзіміздің ата бабамыздың таңдап кеткен малы. Барлық жағынан да біздерге жаңалық ашық керек жоқ. Осы малды өсірсек, сол барлық климатқа төзімді, ыстыққа, суыққа, иә, бәрі. Иә, сол біздің жақта соңғы кезде киіктің көптігіне байланысты шөп шықпай жүр енді. Шөп шықса да, жаңа киік жайылып кетеді енді. Миллиондаған киік бар, оны естіп біліп жүрсіздер ғой енді. Соның арасында осы Ақбасымызда енді жаңағы жыл сайын төл беріп, қоң жинап, соны бағып отырық. Жалғыз мен емес, елдің біздің оңтүстік аудандардың бәрі мал шаруашылығымен отқан шаруалар. Енді неге сол Ақбас бұл тұқым сіздерді жаңа несімен қызықтырды, ерекшеліктерін айтып кетсеңіздер? қызықтырған ерекшелігі енді жаңағы төл беруі, қоң жинауы, жаңағы өсімділігі, ата бабамыздың кәдімгі таңдап, зерттеп, қазаққа келетін негізі төрт түлікті ата бабамыз бәрін ертеден зерттеп кеткен ғой енді. Түйеден екі өркешті түйені таңдаған, осы сиырдан кәдімгі қызылқасқа сиырды ертеден таңдаған ғой. Союз уақытында беріректе оны енді қойдан да Еділбай қойын тағысын көп қой қазақтың. Сол енді жерімізге бейімделген деп Ақбас баққанның енді еш жамандығын көріп жатқан жоқпыз. Тек жақсылығын, шаруамыздың өскенін, өркендегенін көріп жатырмыз. Жылдан жылға әлеуметтік жағдайымыз да жақсарып келе жатыр деп айтсақ болады. Жаңағы алған несиелерімізді уақытылы төлеп, соның бәрін төлеп жатырмыз. Лизингпен қанша техникалар алдық. Сыбаға бағдарламасымен кредиттер алдық. Осы соңғы жылдар енді кредиттің де жаңағы залоговый мәселелері қиындағаннан кейін қазір кредит алып жатқанымыз жоқ. Бірақ сол басында жеңілдіктерді пайдаланып кредиттер алдық. Осы Ақбастың арқасында бәрін төлеп бітіруге айналдық енді. Аллаға шүкір. Қазақтың Ақбасы дами берсін дейміз енді. Өздеріңіз сияқты мықты жұмыс істеп жатқан палаты бар. Оң болсын енді. Иә, жаңа деген ерекшеліктерін айтып жатсыз ғой. Қандай Ақбастың ерекшелігі деп. Енді жаңа Ермек інім айтып кеткендей, бізге дейін де оны зерттеп, зерделеп, біз көзіміздің өз басымыз енді көзіміз ашқалы сол малды көріп келе жатырмыз. Одан кейін бізге енді жаңалықтың ашудың қажеті жоқ болды ғой. Осы алдымыздағы малды сол ата бабамыздан келе жатқан соны өсіріп ары қарай дамытсақ деген ниетіміз болды. Сонымен жұмыстанып жатырық, Құдайға шүкір. Иә. Сол енді ерекшелігі. Қысқа төзімді, жаңағы жазда көп ысылыққа шыдамды, жалпы қаншасы түрі де әп-әдемі ғой. Иә, түрі де келісті. Сондықтан ерекшелігі сол шығар. Қазір енді қыстың кезінде де мысалға ол жайылып, жылқыша. Және өзіміздің отандық өнімді қолдамасыз. Әрине. Отандық өнім бренд Ақбас дейміз ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Оны бағу қиын болса, қазір осы біз бірге жүрген ағаларымыз бар. Біздер бәріміз қалада тұрамыз. Барлығымыз дерлік. Ауылға енді бәрінде де шаруа жасап жатқан бауырларымыз бар. Жаңағы жұмысшылар бар. Тапсырған жұмысшылары бар. Бәрі де енді жасыратын жоқ, мыңдап осы Ақбасты өсіріп жатыр. Сол енді оның жақсылығы ғой енді. Иә, оның жақсылығы болған соң бізде мыңдаған палата мүшелері бар да. Оны енді сапасын жақсарту үшін мыңдап ұстамасаң, несі берері мол енді Ақбастың. Табысты. Енді қазір енді Аллаға шүкір, жылдан жылға Ақбасты түсініп жатқан жастарымыз да көп. Қазір артымыздан өсіп келе жатқан, ашылып жатқан шаруа қожалықтарда көп. Мысалы осы, сіздердің шаруашылықтарыңызда мал күтімінде қандай ерекшеліктер бар, және жаңа қандай қиыншылықтармен кездесті мысалы? Мына оңтүстік аудандар кішкене сол Ақбасты қыста жаңағы тұрғызып емес, көбіне жайылымда жүреді ғой. Ерекшелігі сол ғой. Біз енді оңтүстікке қарай болғаннан кейін біздің қысымыз сол 3 ай, мықтағанда 4 айдың көлемінде болады. Енді әр астса. Былайынша енді сол 3 айдың төңірегінде болады қыстақта.
Оның ішінде де жаңағы жеңіл болатыны бізге қыста да мал жайылып жүре береді. Жаңағы толықтан асқан қар болғанның өзінде де ақбас малы қарамайды. Қысы жазы оны Иә, қарамайды. иә. 40 градус болсын да, там суық. Иә, ол ең бастысы желді қар қатып қалмаса болды. Иә, Қар қар қатпаса, жаңбыр шөп, жауып сондай Мгм. болмаса ол Жаңа жайыла береді. жазғы жайылшық киіктерден біздер болмай қалады. Мгм. Сол кезде біздер енді қыста соңғы жылдар шөп беріп жүргенбіз. Ал шөп жақсы өсіп, жаңбыр мол болып, шөптің басы көрініп тұрып, қар қатып қалмаса, ақбас сиырды қыстай далада ұстап шығуға болады. Мгм. Далада жайылыста ұстауға болады. Иә. Иә. Осы шаруашылықта көбінесе жаңағы кездесетін ауру түрлері қандай? Және олардың алдын алу шаралары қандай сіздерде? Енді Қандай көбіне шаралар жасайсыздар? көбіне деген енді кездесетін деген қазір деген мына шетелден малды кіргіздік қой. Мгм. Бағдарлама болды. Бұрын деген біз осы 15 жыл бұрын енді ақбастың малын сиырын өсірместен бұрын да бізде жаңағы көз ауру, жаздың күндері көз ауру деген болмайтын еді. Мгм. Болғанда да бірен-саран болатын. Енді қазір мына шетелден кіргізді ангусты, сосын Мгм. герефордты, ақбасты да кіргізді мына Россиядан. Енді солардың кесірі шығар, қазір кішкене көз ауру жаздың күні көп көз ауруы Сонда болады. жаңағы шетелден келген малдар. Жұққан деген сияқты, иә, содан да? елдің алдында, елдің арасында сондай әңгіме бар. Мгм. Негізі қазір енді көп үлкендермен сөйлесеміз, бұрын мал баққан сол кісілермен де енді өзіміз де шет жағын көре қалдық. Соны сұрасақ, соған болжайды да көбі. Массовый көз ауру деген бұрын болған жоқ дейді. Болған жоқ. Жаңағы 100 басқа бір бас болуы мүмкін. Мгм. Ал қазір жаздың кездерінде массовый болып жатады. Массовый болып жатыр ма Иә, сонда? соны Иә, көз ауру емдейміз. Мгм. Жаңағы енді күз кезінде отбивка жасағаннан кейін жаңағы қотыр аурулары пайда болады. Соны егіп емдейміз. Мгм. Енді соңғы жылдары бізде таскене көбейіп кетті мына. Мгм. Киік деп отыр ғой жаңағы киікке Иә, байланысты. киіктер бір да. зиянды жақтары енді оны қай нәрседе шектен тыс көбейсе зиянды болады деп жатыр ғой енді біз Мгм. киікті түбегейлі жойып жіберсін деп жатқан жоқпыз. Бір енді шектелсе бір бәрібір жаңа Ресей мемлекетіне өтіп кетіп жатыр. Границаның бәрін бұзып қазір Ресей мемлекетінде әрі өтеді, бері өтеді. Енді қазір ол қалаға да жақындады. Мына Тасқала, Ақжайық аудандарына қазір келді киік. Мгм. Сол енді киік келгелі сол таскенеде пайда болды. Таскенені бұрын жаз бойына бір жылқы, бір сиырда болса болады, болмаса ондай массовый болмайтын еді. Қазір қыста кәдімгі қап-қара болып денесінде толып тұрады. Көктемге қарай кәдімгі қан сорғаны, виноград сияқты бәрі толады. Енді соны обработка жасаймыз. Сіздер өздеріңізде ветврачтарыңыз бар ғой, иә? Ветврачтар жоқ. Сол ветврач таба алмаймыз. Дефицит дейсіздер Иә, ғой, өзіміз ветврач. сол шаруаларымызбен, жігіттерімізбен сиыр, жылқы шомылдыратын көпкі дегенді бұрын естімеп едік. Қойды көріп өстік. Енді Мгм. қойшының баласымыз, жаңа атамыз да қойбады. Қойды көпкіге салғанды көрдік. Енді соңғы жылдары сиыр мен жылқыны көпкіге салып жүр. Біздің Бөкейорда да біршама шаруашылықтар жылқы мен сиырға көпкі салып қойдық қазір. Көпкі деген енді шомылдыратын, жаңағы дәрі салып, ол болмаған жағдайда буаз сиырларымызды раскольмен денесіне дәрі шашып, қазір сол мамандардың емдейтін ветврачтардың жаңағы ветврачтан да ветсанитарлардың болмауының жастар жоқ жұмыс жасайтын. Сондықтан Негізі каждый шаруашылықта өзінің ветврачы болса, да, почему бы ол нет? енді іздейміз, ондай болмай жатыр. Хотя бы там 3-4 Сол шаруа қожалықта бір көнбегендерін ветврачтан болса. жинап әкеліп тек етке тапсырып жатырық. Мгм. Көбелейге тапсырамыз, тағы да басқа да көз ауру, жаңағыдай ауру малдар көнбесе, Мгм. енді ішінде шығындар да болып жатады, оқып қалатын жағдайлар да кездесіп жатады. Мгм. Иә, ол енді мына соңғы 3-4 жылда осы жаңағы киіктің көбеюіне байланысты осындай аурулар пайда болып жатыр. Біз бұрын соңды көп кездеспейтін. Енді Негізі киіктер барлық аудандарда жоқ қой, иә? Батыс Қазақстан облысында. Батыс Қазақстан облысының қазір енді 5-6 аудан уже 7-ші ауданға кіріп жатыр ғой. Мгм. 4 ауданда бұрыннан бар. Енді біздің Ақжайық ауданында да бар ол бұрыннан. Қазір енді мына Тасқала ауданы, Бәйтерек ауданына да келіп жатыр. Мгм. Енді тағы бір айта кететін жайт, мысалға оны біз облыс көлемінде де айтып жүрміз. Жаңағы пастереллез ауру
кеше күздің күні мысалға киіктің біразы қырылды далада. Оны енді бірін жинап жатса, бірі жинай алмай жатады. Соның кесірінен мысалға шаруаларда біз оңтүстік ауданда өзімізде де бірен-саран шығын болды. Осы пастереллез ауруына байланысты. Ол енді дала жатқан киіктен жұғып жатыр деп отыр шаруаларымыз көбі. Неге десең, киіктің өлексесі көп болды далада шашылып жатқан. Оны өз басыммен көзіммен де көрдім. Жаңағы охотсопромның жігіттерін жинап, жаңағы бір-екі рет шығартқанымыз да болды. Ол тек қана біздің территориямыз, бір шаруашылықтың территориясындағы әңгіме. Ал мысалға біздің Батыс Қазақстан облысы бойынша оңтүстік аудандарда 4-5 мың шаруа бар ғой. Сондықтан ол бәріне де кездесіп жатқан жағдай. Осы ақбас тұқымының өнімділігі қандай? Өнімділігі енді көбіне көп бізде қыстың күні төлелетін шаруаларымыз да бар. Қыста енді естиміз кішкене қиындауды. Біз енді сол наурыз айынан бастап төлдейді бізде малымыз. Сіздерде наурыз айында төлдейді мысалға да. Солтүстіктерден қыста төлдейді. Енді оның бір несі мысалға деген солтүстікте ол қора жайлардың бәрін қамданып, соны бір бұрыннан Совет үкіметінің уақытынан келе жатыр ғой. Қарға түсетін болғасын, олар қыста стойловый оларда. Сосын қораларын сайлап қойғасын, қыста туғызғандар жеңіл туғызады да бір жерде өргізіп жібереді. Көбісі біле қоймайды, что Батыс Қазақстан облысында төл весенний төл дейміз ғой, наурыздан басталады. Себебі сол жауын шашын неден қорғанып қыста жайылып жүретін болғасын, қыста енді егін екпейміз біздер мол етіп. Далада мал жайылып жүретін болғасын, сол көктемге қалдырамыз. Марттың аяғына қарай сол өзі далада төлдесін деп, соған есептеп қосамыз. Бұқаны қолдан ұрықтандыруды соған есептеп жасаймыз. Мысалы қазіргі кезде актуальный тема дейміз ғой, учетный номер. Сол учетный номер туралы не айтып кетесіздер? Шаруалар үшін қаншалықты ол тиімді, жалпы осы жайлы ойларыңызды айтып кетсеңіздер өздеріңізді. Учетный номер қалай алып жатсыздар? Есептік Не номер. керек ол үшін? Қайда бару керек біздің шаруа қожалықтар? Қазір сол тема республика бойынша. Хайповый деп айтамыз ғой, былай айтсақ. Республика бойынша жүріп жатыр ол енді. Ол мысалға оны деген тек кеше алдың күні шығарған, я болмаса былтыр оның алдыңғы жылы шығарған дүниеміз. Инспекцияның ветеринарлық талаптарға байланысты ол 2013 жылы. Шаруа қожалықтар оны білмей, қазір көбісі қиналып жатыр. 2013-те шыққан бұл. Негізі біз сол 2013 өзіміздің шаруашылықты 2013 жылы алғанбыз есептік номерді. Бірақ оның бір жағында ол есептік номерді бізден ешкім талап еткен жоқ. Бірақ шығаруын кезінде шығарған солай. Оның өзінің ерекшеліктері бар, талаптары бар. Соған сай біздің шаруаларда бейімделіп, сол бағытта жұмыс жасасын деген. Бірақ сол 10 жылдың көлемінде, 10 жылдың үстінде енді ол жөнінде әңгіме болған жоқ. Бірақ былтыр ескерткен. Сол биылдан бастап енді оны жаңағы ресми түрде енгізген. Жаңағы өздерінің мына Минсельхоздың талаптары бар ғой. Соған байланысты ол учетный номерден бір есептен дұрыс болар деп те ойлаймыз. Неге десеңіз, енді үкімет қаржы беріп жатқаннан кейін өзінің талаптары бар ғой, стандарттары бар, соған сай шаруалар бейімделіп сол бағытта жұмыс жасасын деген өздерінің бір нормалары енгізіп жатқан. Ол енді әлемдікте стандарт бар шығар, соған сүйенуіміз керек шығар. Қазір енді экспортқа мал шығарып жатыр. Соған байланысты шығар. Ертеңгі күнде өзімізді қорғау үшін сол есептік номер, мысалы үшін біздің шаруаларымыздың жан-жақтары қоршалған, жаңа дисбарьер бар деген сияқты. Онан кейін талаптардың бірі ғой, сол әрине. Онан кейін кейбір шаруаларымыз онымен келіспей жатыр. Енді бір жылдың ішінде оны біз жасай алмаймыз деген бағытта. Енді жаңағы қазір шаруалар несие алған, көбі несиемен жұмыс жасайды ғой енді. Оларға да қиын болып отыр. Техника алған, оның төлемдері бар уақытылы. Соған байланысты біраз шаруаларымыз қиналып қалып жатыр, шыны керек. Енді біздің бірақ енді ертеңгі күнде оны бүгін ертең осы қыстың ішінде бітіріңдер деп жатқан жоқ. Мына алдымыз жаз ғой.
осы уақытта мысалға Талаптарында, жұмыстарыңызды жасаңыздар, мына талапты орындаңыздар, Иә. күзге дейін ертең осы жылдың ішінде жаңағы талаптардың барлығы орындалса, онда міндетті түрде субсидияларын алады. Учет номер алу үшін шаруа қожалықтар қайда бару керек? Жаңағы біздің аудандық, жалпы әр ауданда бар ғой ветеринарлық инспекция. Сол жерге барып, сол ветеринарлық бақылау комитеті ғой. Соның Ветинспекцияға барып, сол жерде өтініштерін жазып, Номердің тағы біздің ауданда бір кедергілері, бізде Бөкейорда ауданында полигон дейді ғой, Ресейдің полигон жерінде көптеген шаруашылықтарымыздың бір 50-ден жоғары проценті сол құмдық жерде мал болып отыр. Ол жерде госақты берілмейді. Қырдан алған жерлері бар, ол жерде строительство жоқ, қожалықтары бар. Көбі біз арендада сол менің жерінде отыр. Енді сонымен кедергілер болып отыр көптеген шаруашылықтарға. Жаңағы ағам айтқан несие алғандары бар. Мысалы 100 басқа шаралам, соның деген 150 мың, бір басқа 150 мыңын үкімет қайтарады деген сондай кедергілер. Сосын жаңа резерват, киіктің резерваты бар. Сонда ұтқан шаруашылықтарымыз да бар. Ал сол учеттік есептік номердің сондай бір кедергі болып жатқан, бір қиыншылық туғызып жатқан шаруашылықтар бар. Өз басымызда бар, құрылысымыз бар, есептік номерлерімізді алдық. Енді кедергі туып жатқан шаруашылықтар бар. Жаңа бастап жатқандар, ол есептік номердің не екенін білмей жатқан шаруашылықтар бар. Білмейді, сол үшін біздің көрермендерге айтып кетсеңіздер деген ғой. Енді оны қайда бару керек, қандай талаптары бар оның? Барлық жерде айтылып жатыр, енді соны ескеретін болар деп отырмыз ғой. Енді бастап жатқан шаруашылықтарға мүмкіндік, уақыт бере ме? Енді көп шаруашылықтар мысалға ең болмағанда 1 жылға бізге отсрочка сұрап отыр. Бізге беріңіздерші отсрочка 1 жылдың ішінде жаңа нелерімізді жасап, биыл енгізбей, соны келесі жылға қалдырсын деген өздерінің өтініштері, ұсыныстары бар, талаптары бар, сонда айтып жатқан. Ол жөнінде енді қазір сол оңтүстік аудандарда өткенде Батыс Қазақстан облысының әкімінің орынбасары Қалияр Айтмұхамбетов. Сол кісі жаңағы біраз мамандармен осы жаңағы басқарма дейміз ғой, мына ветеринарлық басқарма бар, жер басқармасы, осылардың мамандарымен, басқарма басшыларымен оңтүстік аудандарда болып келді. Осындай түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді басқа аудандарда шығат барат деген енді үміттеніп келеді, айтады деген бағытта. Бұл енді мәселе облыста шешіледі деп ойламаймыз. Бұл министрліктің, жаңағы комитеттің деңгейінде шешілетін мәселе деп ойлаймыз. Енді соған облыс басшыларымыз айтып жеткізіп жатқан шығар. Жазылып жатыр, қазір жазылып жатыр. Әртүрлі шаруашылықтың орнып жатқан кедергілеріне. Бізге келетін сұрақтардың бірі, барлық сұрақтар осы учет номерге байланысты болып тұр ғой, біздің Ақбас тұқымына келеді. Учет номерді қайдан аламыз, ол үшін не керек деп. Сол үшін вот көрермендер. Ветеринарлық инспекция ғой, ең бірінші баратын жерлер сол ғой. Соған бару керек. Қандай документтерді береді сонда? Техпаспорт керек мысалға да. Ол үйдің жаңа қоражайдың техникалық паспорты болу керек. Біріншіден сол жерде рәсімделген болу керек. Сол жердің ішіне шаруашылықтың жаңағы арендаға алған жеріне кіріп тұру керек. Шаруашылық кіріп тұру керек. Сол кезде жаңағы құрылыс ветинспекцияның талаптарына сай құрылысы, жаңағы дисбарьер, қоршалған жаңағы мал, өлген малдарда қоршалған, шөптің қоршалған барлығы да. Бұл енді жесткий қатты требование жоқ, анда мынандаймен қорша деген бәрінің өзінің мүмкіндігіне қарай ғой, шаруа. Мүмкіндігіне қарай шаруаның оның асқан қиындығы да жоқ. Жаңа тек қиындығы шаруашылықтың жері басқа жерде, құрылысы басқа жерде. Или вообще жаңағы шаруашылығы тіркеліп тұр да, жері арендада. Сол шаруашылықтарға қиын болып жатыр, енді сондай сұрақтар туындап жатыр. Біз оны қалай аламыз? Техпаспорт. Жаңағы енді мына Бөкейорданың жеріне байланысты. Жеріне байланысты. Оларда полигонда, мысалға шаруашылықтар кезінде енді полигонның жері ғой. Сол жерге барып шаруашылықты ашып, рұқсат берген ғой кезінде.
сосын шаруашылықты сол жерден ашқаннан кейін енді ол союз босатып кезінен бермейді ғой. отырғандар бар сол жерде Иә, шаруа совет жасап үкіметі ол. отырғандар. Мгм. Ал ол адамдар енді дымала алмай қалса, тоже енді оларда жерде не де госакты берілмейді. Шекараны бекітіп береді, Мгм. бізде жер жаңа Ресей мемлекетінің полигон сынағында, Арендада. арендада. Осы Ақылбек мырза, Ермек мырза айтып кетсеңіздер, осы жалпы шаруашылықта мысалы жоғары деңгейде өнімділікке, яғни сапаға жету үшін кез келген шаруада жаңағы сұрыптау жоспары болады да, жаңағы орысша айтқан кезде жаңағы селекционный план развития. Сол болу керек па? Осы біздің жастарға айтып кетсеңіздер. Әрине, ол міндетті түрде болу керек қой. Осыған қарай енді жұмыстанып жатыр ғой Сіздерде қазір. бар ма мысалы селекционный Иә, план? иә, әрине бар. Біздерде мысалға біз енді бірінші санаттағы шаруашылықпыз. Иә, соны айтып кетсеңіздер, иә. Иә, біз жаңағы малымыз племенной болғаннан кейін біз басқа шаруашылықтардан племенной жаңағы бұқашықтарды аламыз. Бірінші санаттағы бұқашықтарды аламыз. Ол енді сәйкесінше малдың сапасын арттыруға бағытталған жұмыстар ғой. Ол енді өздеріңіз палата болып, атқарушы директор бар, Мгм. жаңағы палатаның төрағасы бар, қалған мамандар болып осы бағытта жұмыс жасап жатсыздар. Не үшін бірінші категория, бірінші санаттағыны енгіздіңіздер? Ол әрине сол сапаны арттыру бағытындағы жұмыстардың жалғасы. Сондықтан міндетті түрде керек. Ол онсыз біз сапаға жете алмаймыз. Қазір осыдан 10 жыл бұрын малдың сапасы қандай болды? Қарапайым мына ауылдардағы елді мекендердегі малдың сапасы өте нашарлап кетті. Шаруаларды айтпағанда. Осы тұқымдық бірдейлендіру, мына жаңағы асыл тұқымды қолдау. иә, асыл тұқымды бұқаны қосу арқылы Мгм. осындай мемлекеттің өзінің қолдау арқылы соның талаптарын орындап, қазір біраз шаруалардың малдары әжептәуір жақсы деңгейге жетті. Енді осы бағытта мына СПК деп айтамыз ғой. Ауылдық жерлерде СПК құрып, Селекционно племенная работа иә, дейміз, иә, соған байланысты ауылдық елді мекендердегі тұрғындардың да малының сапасын арттыру бағытында жұмыс жүріп жатыр. Енді біраз шаруалар жаңағы қолдан ұрықтандыру тәсілдерін де қолданып жатыр. Ол да мысалға осы сапасын арттыру бағытындағы жасалып жатқан жұмыстар. Енді әр шаруашылық әртүрлі деңгейде жасап жатыр ғой өздерінің жұмыстарын. Енді көбісі жаңағы ұрықтандырып қолдан соны сапасын жақсарту үшін сонымен жұмыстанып жатқан шаруа. Өзімізде сол бағытта жұмыс жасап жатыр. Иә, жұмыстанып жатыр ол бағытта да. Енді осы шаруаны бастағанда жаңағы санын көбейтсек деп жұмыс істедік. Енді 10 шақты жыл, 15 шақты жылдың көлемі болды. Санын жаңағы бір деңгейге жеткізгеннен кейін аналық бастың. Енді сапасына жұмыстарымызды жүргізіп те келе жатырмыз. Жүргіздік те ол жаңағы міндетті түрде болу керек сапаға жұмыс істеу. Енді мына шетелдерде бір бұқаның бағасы жаңағы бір майшаның бағасы тұратын бұқа, айғырлерді сатып алады ғой. Енді сол сияқты мына Ақбастың да жұмысына ризамыз. Жылда Астанада Денполи болады ғой. Жаңа дала гренде, да? Жаңа дала, сонда мына Ақбас бұқалары аукционда жаңағы ұтып алып жүр жаңағы Герефордта Ангуспен салыстырғанда. Енді сол бұқалардың чемпион атағын иеленген бұқаларды көріп көңіліміз тойып жүр. Енді өзімізде Ақмола облысынан әкеліп жүрік. Енді жаңағы қымбат бұқалардың бағасына қарамау керек деп ойлаймын өз басым. Қаншама жұмыс санында емес, сапалы бұқаларды енді осы облыс көлемінде де сәбит шаруа қожалығынан алып жүрмін. Жаңағы осы көптеген жылдар сәбит шаруа қожалығынан өз басым бұқа алып, соның бұқалары өзіме ұнайды. Енді тағы да жоспарларымыз бар. Қолдан ұрықтандырдық. Астанадан келіп інілеріміз бар. Асылтүліктен келді ғой, Асылтүліктен келіп. Мамандар жерден ұрықты Астанадан Асылтүліктен алып жүрдік. Енді сол сапаға мақсатымыз енді сапаға жұмыс істеу. Жаңа енді бірінші санатта бұқаларды шығару. Оны енді жаңағы тек через ДНК ол да бәрі дұрыс жұмыстар деп есептейміз. Енді болашақта осы жалғасып тапса, енді малдың сапасы жоғары болса, қай жағынан төл беру де, қысқа төзімділігі де бәрі соған байланысты ғой, сапаға. Ең бірінші
осы малды бастап жаңағы санын көбейткеннен кейін сапаға жұмысты әр шаруашылық қолға алады деп сенеміз, үміттенеміз. Енді сапасы жақсы малға әрқашанда сұраныс болады ғой. сұраныс жоғары болады ғой. Жақсы мал бар. көрермендерге айтып кетсек, осы Орал шаруа қожалығы, Мұқадис шаруа қожалығы осы біздің қазақ ақбас тұқымының бірінші санаттағы шаруа қожалықтар. Мықты шаруа қожалық деп айтсақ та болады. Малдары өте керемет, бұқалары көптеген сұраныста, мысалы да. Енді осы біздің жалпы жас шаруаларға немесе осы шаруашылықпен айналысқысы келіп жүрген адамдарға сіздердің ақыл кеңестеріңіз, қандай ақыл кеңес берер едіңіздер? Мысалы, мен шаруа қожалық ашқым келіп тұр да, мен не істеймін? Что мне делать? Не істеу керек ол үшін айтып жібересіңіз? Қазір енді кішкене мына жер мәселесі ғой, ең бірінші шаруа болу үшін, шаруашылық ашу үшін жер мәселесі. Ол жер мәселесін қалай? Қайдан аламыз жерді? Енді қазір біздің енді облыс көлемінде жердің барлығы таратылып, шаруаларға беріліп болды. Енді деген өте қиын осы жер мәселесін шешу. Жас шаруалар болғанның өзінде де қазір енді біраз жерлер игерілмей жатырған, жерлер қайтарылып жатыр әкімшіліктің құзырына қайтадан. Енді осыған байланысты елбасының да тапсырмасы бар, облыс басшылығының да тапсырмасы бар. Соған байланысты жерді бақылайтын, қадағалайтын инспекция бар. Соның мамандары қазір осы облысымызда аудит жүргізіп, анализ жасап, осы біраз жерлерді қайтартып жатыр. Соған байланысты жас шаруаларымыз өздерінің әкімшілігіне келіп, аудандағы жер қатынастарына барып, өздерінің өтініштерін білдіріп, конкурстық негізде жерді алуға болады. Қанша қиын болғанымен, бірақ өзінің жаңағы белгілі бір жоспары болса, жаңағы бизнес план дейміз ғой. Сол бағытта жаңағы нелерін көрсетіп, қаржы мәселесін, солардың бәрі шешілген жағдайда жаңағы жер қатынастарына барып, өздерінің өтінішін білдіріп, сол конкурсқа қатысуға болады. Сол арқылы ала алады жерді шаруаларымыз. Енді одан кейінгі жұмыстар енді осы елдің ішінде жүрген жас балаларымыз шаруа боламыз десе, сол төңіректегі шаруаларға қарап, енді жаңа мына Ермек ініміз айтып отыр ғой, ағаларымызға қарап шаруаны бастадық деп. Қазір енді біраз шаруалар біздің алдымызға да шығып кетті, жастардың енді. Сіздердің ақыл кеңестеріңізге да. Біздің ақыл кеңестерімізден алып, енді біздің алдымызға да шығып кетті. Шыны керек, мен өз басым 2013-ке дейін жаңағы племенный шаруашылық құрам деген ойымда болған жоқ. Ал бұны інім деген жаңа 2012-де несие алып, Орынбор облысынан 50 бас аналық мал әкеліп, ақбас. Кезінде бізден кеткен ақбастың сиырлары ғой, осы Оралдан. Солардың тұқымын кері алып келіп, соны бастап, онан кейін бір жылдан кейін маған өзінің төлін сатып, 25 бас төлін алып, содан мен де сол ақбасқа кіргізген осы інім мені. Ақбаспен айналысайық, ағам осы үкіметтің де қолдаулары бар біраз деп. Сондықтан жастардың аяқ алыстары жаман емес. Осындай інілеріміз сол елді мекендерде жерді алып жұмыстанып жатса, сол жерде де біраз шаруалар бар ғой, жұмысын жасап жатқан ақбас өсіру бағытында. Солармен ақыл кеңес сұрап, ары қарай дамуларына әбден болады деп айтсам болады. Ағамның сөзіне қосарым, енді ер азаматтар шаруашылық бастағысы келсе, жастар ең бірінші тәуекел деп айтам. Тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің дейді ғой енді. Сол тәуекел етсе, жаңағы сатылып тұрған шаруашылықтар баршылық енді. Жер болмағанмен, бұрынғыдай конкурс қиындап жатыр, бос жер жоқ. Қазір енді жаңағыдай келіп ақыл кеңес сұрап үлкен шаруашылықтарға қазір енді мал бағатын іскер жастар аз ауылдық жерде малға қарай келетін. Бәрі қалаға кетеді. Қалаға келгенде де сол құрылыс анда-мында жүреді. Сол жастарға айтарым, осындай үлкен шаруашылықтарға сен жаңағы бір шетіңді жүргізейін, бір шаруашылығыңды, бір шетінен жерден көмектес, осындай жылда осындай малымды көбейтейін десе, үлкен шаруалардың қай-қайсысы да екі қолын көтеріп келіседі деп есептеймін. Неге десең, жауапкершілігі бар. Малшылар, мал бағуға жастар келмейді. Енді жаңағы ақшасы бар, жаңағы шаруашылық бастағысы келетін жігіттерге сатылып тұрған қазір шаруашылықтар құрылысымен, малымен өте көп облыс деңгейінде.
енді соңғы жылдар қиындап кетті. Ол енді қалада тұратын жаңағы или шаруасымен көшіп кетіп жатқан, или балдары кетіп артынан өздері кетіп жатқан үлкен кісілер өте көп. Енді сондай әртүрлі ғой өмір болғасын. азаматтарға иә сатып алып бастаса да еш өкінбейді деп есептейміз. Ең бастысы енді оған ерінбей жұмыс жасау керек, бару керек, қадағалау керек. Бұл енді үйде жатып басқаратын шаруа емес, мал шаруашылығы жүруді, қадағалауды артынан бәрін талап етеді. Қысы жазы жол енді демалыссыз ғой. Мал иә. шаруашылығы деген Иә, демалыс мал жоқ. шаруашылығы демалыссыз қылмай енді ғой, демалыс. ести алса да қазір енді Выходной жоқ дейді ғой. жақсы солай. жастар өсіп келе жатыр, осы ақбаспен айналысып жатыр. Сұрағандарға ақылымызды, білген кеңесімізді, көргенімізді аяп жатқанымыз жоқ. Бәрін де шақырамыз осы қазақтың ақбасын өсіруге. Берері мол деп жатырмыз. Енді шынын айтып мойындау керек, соңғы жылдары жылқының да бағасы түсіп кетті, жылқы өтпей қалды. Ал енді қандай жағдай болғанда да осы ақбас төлдерін асыл тұқымды жаңағы құжаттарымен сатып отырмыз. Оған мемлекеттің қолдауы бар, алған шаруашылықтарға 150 мыңын қайтарады. Бастаса көбейсе шаруашылықтар деп отырық. Енді Қазақстан бойынша ірі қара малдың ішінде осы ақбастың саны ең жоғарғы деңгейде, сатылымы бойынша да. Енді осы ақбасты Қазақстанға толтырсақ, содан кейін көрші елдерде де сұраушылар көп қазір. Өзбекстан, Әзербайжан, Иә, қазір көптеген бұқалар сұраныстар. сұрап жатыр енді. Біз сату жоспарын қоямыз бір күнде. Сол күні қоямыз, сол күні уже барынып кетеді ғой. Уже жоқ болады ана жерде. Иә, сіздің мына неден әлеуметтік желіде, Қалай да, иә, қалай деймін да. TikTokта неден Спрос қатты ақбасқа. сұраныс бар, жақсы Иә, сұраныс. сұраныс Биылғы бар. жыл, соның ішінде осы биылғы жылы, былтырғы жылы 24, қазір енді мына 25-ші жыл ғой басы. Сол 24-тің қыркүйек айынан бастап, осы шетелден нені квотаны ашқаннан кейін, биыл енді ауыл шаруашылық министрлігі 85 мың басқа рұқсат берді. Соның ішінде атқорымға 45 мың қалған жаңағы былайша шаруаларға деп. Ал соның 80%-дай, 90%-дай қазіргі таңда орындалып тұр. Енді біразын шоғын шаруашылықтардың квотасы қалған шығар. Ол жаңағы көршілерімізден сұраныс жақсы малға. Сұраныс өте көбейді. Жоғары деңгейде. Соның арқасында биыл 12-ші жылдан бері осы кеден одағы біздің Ресей, Беларусь елмен құрылғаннан бері бір бағаның өсіп тұрған десек болады. Мал басының, мал бағасының. Соның ішінде бұқашықтардың. Биыл тек қана. Иә, биыл бұқашықтарға сұраныс өте көп. Иә. Қалай саламыз, сразу жоқ. Осыған дейін бір деңгейде келе жатырды ғой. Иә? Сол 200 мың ғана 2015 жыл болған болса, сол былтыр осы 24-тің басында 200 мың теңгемен келді ғой, сол шаруалар. Сонымен сатып күнін көріп келді. Біз енді ол жөнінде біраз айтып жүрген болатынбыз. Себебі деген мына дизель отыны болсын, темірің болсын, ағашың болсын, бәрі 100-200%-ға көтеріліп кетті. 2012 Ұн да көтерілді. Иә, ұның да көтерілді. Бірақ ет бір деңгейде бағада қалып қойды. Доллар 100 теңге болды, қазір 500-дің үстіне шығып кетті. Ал сол еттің бағасы сол осыдан 10-15 жылғы бұрынғы бағамен тұр десе де болады. Сол күйінде қалып қойды. Енді соған байланысты биыл да біраз шаруаларымыз сол жаңағы бұқашықтарын сатып, жақсы бағаға сатып, біраз жақсы болып қалды енді. Ауылда осы шаруаның басында отырған шаруаларға. Енді осыны көріп, жаңағы жастарымыз да қалада бос жүрген ауылға барып, сол елге барып, мал ұстап, сол мал өсірсе, өзіміздің отандық өнімді қолдаса, иә, енді болашақта ақбас палатасында жоспар бар ғой. Осыны ақбастың сиырын, мысал үшін мына шетелден Герефорд дейміз, жаңағы ангус дейміз, сол дүние жүзінде танымал ғой. Сол сияқты осы ақбас палатасында жұмысы біздің көріп отырғанымыз сол дүние жүзінде таныту. Қазақтың ақбас сиыры деген осы бағытта жұмыстарын жасап, шетелге шығару бағытында бұқашықтарымызды, жаңағы қашарларымызды көрмелерге апарып, соны таныстырып, осы ақбастың бірінші мақсаты сол деп ойлаймыз. Ары қарай сіздерге де жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Қазақтың ақбасы дамысын, палата жұмысы жоғары деңгейде көрінсін, әлемдік деңгейге жетсін дейміз. Ал енді сол жаңа табиғи өнім, таза ет, сары май, қаймақ, өзіміз жазғы каникулға шыққанда бала шағамызбен 3 ай жазғы демалыста
шетелге емес, сол ауылға барамыз. Анамыз, жолдасым, келініміз, өзіміздің осы ақбас сиырдың сүтін сауып, қаймақ, май, ірімшік бәрін ауылдың. Айран, Осы майды малдың өнімі. ерекше жақсы көремін мен, сары майды. Ал соны енді ауылда да отқанда да, қалада да жүргенде де бәр жерде айтып жүремін. Біздің ауылдың етіне, май қаймағына жететін дәмді тағам жоқ. Енді бәрі ауылда тегін еңбек етсең, қолда бар қазір, Аллаға шүкір. Енді ол қай ауылдың адамдары да қай шаруада сол қолданам десе, тек қана қаладан ұныңмен жаңағы овощыңды алып келіп, қалған ауылдан сол жерден тегін жаңағы ең таза табиғи тамақпен тамақтанып, денің сау болып, енді жастарды, болашақта бастап жатқан шаруашылықтарды солай осы ақбас малын өсіріңіздер деп кеңес береміз. Өзім жора жолдастарымды, достарымды көптеген осы шаруашылыққа бет бұрғызып бастайым деген ниеттер осы ары қарай алып кетіп, ерінбей жүріп, осы ағаларыма айтып, бәрің ауылда шаруашылықтарыңызда болыңыздар, мен достарымды шақырам деп бөліп апарып, Иә, көрсетіп семинар жасап, біршама қазір үлкен шаруашылықтар жұмыс жасап жатыр. Ал әлде ақыл кеңес сұрап келетін достарымызға аянбаймыз, енді айтамыз, ойбай, осы ақбас малын өсірсең, байисың, өсесің, жетесің деп. Енді өзіміз, әкеміз, атамыз қойшы болып, барлық қазақтың генінде да сол малшы ғой. Енді біздер Мерседес, жаңағы я болмаса телефон шығара алмай тұрып, сол мал бағу қай қазақтың да қолынан келеді деп ойлаймыз. Жаңағы ұлға да, келіндерге де, қыздарға да болашақта қалада да тұр, онымен қатар ауылда да жақсы өмір сүруге болатын, ауылда да жақсы жаңа үй салып, жаңа благоустройство, газ, свет, су, барлығы бар ауылда. Жағдай бар бәрінде. Интернетке дейін жақсы ұстап тұр. Қорықпай ауылға келіңіздер. Қорықпай ауылға шақырамыз. Енді жаңағы өнімділігі молдығынан ақбас өсіруге шақырамыз. Ал енді рахмет, уақыт бөліп келгендеріңізге сіздерге рахмет. Бүгін бізде көрермендер осы Батыс Қазақстан облысында мен деген шаруашылықтармен бірге қазір подкастымыз аяқталды. Бізге енді лайк, комментарий көбірек жазыңыздар. Все. Рахмет. Айнұр ханым, сізге рахмет. Рахмет. Сау болыңыздар.